Спортшының сұлбасы сызбалық кескінмен суреттелді. Жәнібеков көшесінде граффити жанрында қабырғалық сурет салынды. Кескіндеме өнері көшені көркемдеуге көп септік етуде. Тек граффитиді вандализмнен ажырата білсек болғаны. Қазақстанның көп қалаларында қабырғаға салынған суреттер үйреншікті көрініске айналған. Алайда кейбір жандар мұны шығармашылық жұмыс емес, керісінше бұзақылық деп көреді. Дегенмен кез келген іске шебердің қолы тисе, ол туынды болып шығар анық. Сонда шеберлердің бірі Илья Талипов. Ол қабырғаға сурет салумен 4 жыл бойы айналысып келеді. Бұл іске деген қызығушылығы құрылысшы болып қызмет атқарып жүрген уақытта оянған. Бойдағы талантын байқаған Илья қазір хоббиін табыс көзіне айналдырған. Көп қабатты үйлердің қабырғасына тапсырыс бойынша түрлі суреттерді өрнектейтін жігіттің жұмысын Жәнібеков көшесінде орналасқан үйлердің сыртынан байқауға болады. Бұл жерде суретші аты аңызға айналған спортшылардың бейнелерін салған. Это пожелание заказчика. Бұл тапсырыс берушінің бастамасымен жасалып отырған жұмыс. Ең басында ол тек ғимарат ішінде жасағысы келіп еді. Кейін бәрінің назарына ұсынуға бел буды. Дәл осы туындылар арқылы балалар өздеріне мотивация алады деген ойдамын. Бұл жерде аса қатты ешкім жүре қоймайды. Дәл осындай негіздегі суреттерді орталық көшелерде жасаған дұрыс. Майкл Джордан, Александр Овечкин, Мухаммед Али және Диего Марадона тәрізді атышулы спортшылар бейнесі халық назарына ұсынылған. Бастапқы уақытта оны ғимараттың ішіне салуды көздесе, кейіннен мұндай туындыларды жұрт көзінен жасыру дұрыс емес деп шешкен. В детстве вдохновлялся этими людьми и решил... Бала кезімде осы адамдарды үлгі тұтатын едім. Ендігі кезекте жас балалар осы туындыларға қарап өз өмірлерін дұрыс бағытқа салар деген ойдамын. Бастапқыда музыканттарды салу ойда болған, бірақ біздің өңірге спортшылар жақын. Атқарып жатқан істеріне қарап оларды өз елінің патриоты деп айтуға болады. Әрі граффитилер қала көркін ашып қана қоймай, өзіндік көңіл күй сыйлайды. Белгілі бір туындыны жасап шығару жолында аз қаражат кетпейді. Дегенмен суретші граффити үлгісіндегі туындылар қалыптастыруын тоқтатпақ емес. Ақсәуле Селхан, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5 арна.